Төтенше жағдайлар саласына қажетті мамандарды Қазақстан бойынша Көкшетау техникалық институты дайындайды. Екібастұздық төтенше жағдайлар басқармасы болса, жастарды құтқарушы мамандығын таңдаңдар деп, үгіт жұмыстарын оқу жылы енді басталғанына қарамастан бастап кетті. Және алғашқы жиын Қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешенінде ұйымдастырылса, оған орта мектептің 11 сынып оқушылары шақырылды. Негізінен ұлдар жағы. В основном Институт негізі кәсіби білікті өрт сөндірушілерді дайындайды. Оған түскендер 4 жыл білім алады. Оның 3 жылында курсанттар казармалық жағдайда оқиды. Соңғы 1 жылында әркім өзі қалаған жерінде тұра алады. Казармада әскери жарғымен өмір сүреді, яғни әскердегідей. Жомарттың өзі де сол жоғарғы оқу орнының түлегі. 2014 жылы оны тәмамдап, шыққаннан бері Екібастұзда өрт сөндіруші болып еңбек етуде. Институттың тағы бір артықшылығы барлық шығынды мемлекет өз мойнына алған. Оқу тегін, барлығын мемлекет қамтамасыз етеді. Киім-кешекті де мемлекет береді. Тамақ та тегін. Оған қоса шәкіртақы төленеді және ол барлығына бірдей беріледі. Көкшетау техникалық институтына түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып, ең кемі ең төменгі шекті балды алып, дене шынықтыру бойынша белгілі талаптарды ойдағыдай орындау керек. Ал енді қабылданған бозбалалардың ішінен ресейлік, белорустық төтенше жағдайлар академиясына іріктеулерде жүргізіледі екен. Тек оларда оқу мерзімі 5 жыл және оларда да білім алу мемлекет есебінен жүргізіледі. Сондықтан құтқарушы, өрт сөндіруші болам десеңіз, қазірден бастап дене дайындығына мән беріңіз.